Көрікті көлбеті көгелес көлбеді, мен тұрмын жағада шабырқап. Ой, жаным жарым, қайдан жүрсің? Бұлар қызым, кел мұнда жайғасы отырып ал, мен саған айтып түсіндірейін, кел мұнда отыра ғой. Бұлар құлыным-ау, бұлар сүйектер. Бұл сүйектерден көптеген ойындар жасауға болады. Бұл сүйекті біз бірінші қайнатып етін жейміз, одан кейін сорпасын ішеміз, жілігін шағып жейміз. Одан кейін бұл сүйектерді біз лақтырып жібермей, түрлі түстерге бояп, балабақшада осындай ойындар жасауға болады. Бұл мысықтар, бұлар қойдың жілігінен алынады. Біз қойдың етін жейміз, сорпасын ішеміз. Содан осының асықтарын аламыз, бұны осындай түрлі түстерге бояп, ойнаймыз. Балабақшада ойнататын ма апайың балам? Ал бұл ірі қара малдың асығы. Ал бұлар сол сүйектердің қабырғаларды да осылай бояп, біз ерек сазбен осылай қиып жұмыс жасасақ болады екен балам. Ал бұлар жілік, бұл жілікті көп қайнатып, асығын аламыз. Бұл асық жілік. Балам-ау, сүйектің пайдасы өте көп. Ал бұл қары жілік. Бұл қары жілікті біз көп қайнатып, етін сылып алып, тазалап, біз бұны осындай әдемі қылып үйге іліп қойсақ болады екен. Бұрынғы біздің ата-бабамыз бұл қары жіліктерді үйге іліп қойған. Сонда біздің үйімізді қауіп-қатерден, бәле-беттерден сақтайды екен. Ал және бұны топтастырып, малымыз болса, қораға да іліп қоюға болады. Біздің малымызды сақтайды бұл. Ұрыдан сақтайды, қарыдан сақтайды, қасқырдан сақтайды балам. Ал бұл асықтан осындай әдемі әртүрлі ойыншықтар жасауға болады екен. Қызым, саған ұнады ма? Иә. Ал енді тағы да балам, мына жерде тобық бар. Бұл тобық, бұл да малдың тобығы. Бұны да түрлі түске бояп, түрлі түсті ойындар жасауға болады екен. Ал балам, менің айтқан саған ұнады ма? Иә. Қане ұстап көре ғой онда. Қайсы асығым саған ұнады? Моншақтармен, әдемі жіптермен осындай тұмар жасауға болады екен қызым. Бұл саған ұнады ма? Иә. Қызым, тағы бұл сүйектерді біздің медицинада пайдаланған. Бұдан қайнатып, әртүрлі дәрі-дәрмектер жасаған, сабын жасаған, және бұдан біздің үлкен әжелеріміздің біздің тісіміз түсіп қалады ғой. Медицинада осыны қайнатып, бізге жасанды тіс жасап берген қызым. Ал осындай қары жіліктен де әдемі түрлі бұйымдар жасауға болады. Қызым, сенің балабақшаңа алып барақ па осы бұйымдарды? Ал ендеше жүре ғой құлыным.